99 ойнайтын боламыз. Көріп тұрғандай, мен деген скин ауыстырғанмын. Қатып жатыр. Енді кешірім сұраймын, енді қатып жатқаны бар. Әрине отты көбейтті. Ал енді біз деген тонауды бастаймыз. Старый фонарь деген осы үйде шашылып жатыр. Көмір таптым, қазір оны жағатын боламыз. Хороший мешок беретін болса, әрине бандаж. Окей, бандажымды алайын, енді көмір жинаймын. Көмірде енді біріншіде баланы көріп қалдық. Защитникпен өлтіріп жіберуге болмайды. Әрине бұл жерге қойылмайды. Мынаны аламын, әрине жидектерді жеймін. Әрине жеуге әлі ерте, мен қарным әлі ашқан жоқ. Көмірлерді жинаймыз, осындай қабырдың ішінде көмір болады. Көмірлерді аламыз да, алып отқа салып жібереміз. Короче, от деген көбею керек. Мен отты көбейттім, ал енді карта жасаймыз. Әрине бұл ағашты сындыру өте қиын мен үшін. 13 па, 15 па, солай ұрады. 13 емес, 15. Міне қазірша 15. Я мен 15 рет ұрдым. Енді шынымен карта жасап тастайық. Карта жасап ұшақ ағаштан жасап тастауға болады. Картаны ашамыз, аламызды, картаны саламыз. Әрине біз толық араламағанбыз, әрине толық аралап кету керек. Осы жерде сандық болатын, әрине сандықты ашып көреміз. Бұл жерде не бар, не жоқ қарап өтпесек, менен басқа ешкім қарамайды. Ау сірә. Жарайды, міне жерін тонаймыз, ақшаларды алып кетеміз. Бұл ақшалар маған керек болуы мүмкін, безендіруге, әсіресе. Енді сундукты ашатын боламыз. Сундукта не беретін құдай біледі. Сундуктан әрине хороший топор, әрине хороший топор біз алып аламыз, кетеміз. Вольтқа да аламыз. Кішкентай деталына дейін алып кету керек, әйтпесе дым да болмайды. Көмір жатыр. Окей, кеттік. Енді біз деген базаға барып, бұл көмірді жағып, отты көбейтуіміз керек, және темірлерді жинап, короче, кез келген заттар жасау керек. Мен 50 күн өмір сүрдім. Сол себепті мен тағы да окей, бәрібір. Мен білмеймін, ботты алып аласыңдар өзі. Енді аралауға көшеміз. Әрине біз деген осы жердегі сандықты аралаймыз, сандықты аламыз. Баланы құтқармаған кезде сундукты аша алмайтын едік. Енді сундукты ашуға кез келіп тұр, енді сундукты ашамыз. Ал егерде хороший мешок түссе, сендер маған келіп лайк басасыңдар. Окей. Ашты берді, қатты жөтетін ба? Менікі қатып атыр. Не үшін қатып атқанын білмеймін. Алдыңғы күні мүлдем қатпайтын. Және мен қарным ашып жатыр. Ягодалармен тойып алатын шығармын. Міне жерде бір темір, міне жерде жоқ темір. Темірлер жинаймыз, вольт алып аламыз. Керек болады бұл. Әрбір деталына деген айтқан болатын. Деталына дейін алатын болсақ, жетістікке жетеміз. Сендерді өмірде деталына дейін болмасыңдар, сендерде өмірде жетістікке ешқашан жетпейтін боласыңдар. Сол себепті сендер бұл өмірде кішкентай зат болсын, соған қарап өсулерің керек. Өйткені бұл өмірде барлығы да не керекті дүние. Кішкентай деталына дейін. Бірақ зат симайды, сол көплей алып. Әрбір деталына дейін алмайтын болсақ, біз деген боламыз әрине. Қарнымыз ашып жатыр. Алдағы уақытта ягода тауып жейтін шығармын деген ойда тұрмын. Ягода мүлдем табылмауы мүмкін, және мұна етті жей салуға тура келіп тұр. Жемей деп тұр, бұл піспеген ет дейді. Маған бәрібір. Бұл піскен ет па, піспеген ет па, маған бәрібір. Ол ягода тұр. Біз бұны жеп аламыз әрине.
Ал эгерде сендер 10 мыңга жеткизетін болсаңдар, мен компьютермен ойнайтын боламын. Әрине мен мамам деген компьютермен ойнауға рұқсат бермейді, тіпті ойнауға да рұқсат бермейді. Бірақ айтып өтейін, ойнауға болады, әрине 10 мыңға жеткізсеңдер ойнайтын боламын. Қарным ашып жатыр, сол себепті еттерді жеу керек, әрине. Алдағы уақытта не істейтінімді білмеймін. Ал егерде керек жер тапқан кезде түсіретін боламын. Ал уақытша тоқтатамын, уақытша. Міне достар, менің хороший мешогым да табылды. Енді еркін жүретін боламын. Әрине 10 мың лайкқа жеткізіп тастаңыздар. Тезірек лайк басып жіберіңіздер. Сен неге қарап отырсың? Лайк басып жібер, әрине. Енді біз деген не істейміз? Әрине тонайтын боламыз. Қарнымызды бірінші тойдырып алайық. Әрине мен осындай отты жерде бандажмен келдім. Әрине біреу өліп қалды және уже түсірілімнен ұмытып кеткен едім. Қарным ашып жатыр және мен деген қарнымның ашуын тоқтату үшін мен әрине ет жеуім керек. Менің телефоным қатып жатыр. Өлетін болдым. Бұны өлтіру үшін, өлетін болу үшін менде көмектесіңдерші. Көмек. Әрине өзімді емдеп алдым. Ет жеу үшін не істеу керек? Әрине қоянды өлтіру керек. Бірақ ет береді сонда да. Ягоданы жейміз. Барып еттерді пісіреміз. 10 ет алдым. Бұл не істеп жатыр? Боттармен ойнағым келмейді. Бұл бот па? Бот емес па? Оны кім біледі? Әрине бұл. Не үшін? Шу телефоны қатырады. Жемеңдер еттімді. Жоқ. Нұттар қойыңдашы. Сендер ойнай алмасаңдар, ойнамай қойыңдашы. Бұл не? Не енді бұл деген? Бұның аты нуб. Бұндайды ойнай алмайтын адамдар, пожалуйста, ойнамай қойыңдар. Бит деген мені естісеңдер, әрине кешірім сұрайын, бұл деген орындық. Орындық осырмайды деп ойлайсыздар, бірақ осырап бізде. Айтпай қойын, отырған біз осырап. Сундук таптым, қарақшымнан бесайын, құрғалдымын. Окей, сундукта ашатын боламын. Сундукта не бар? Хороший такой. Хороший мешок, әрине бұны базаға апаратын боламын. Әрине тоқтатамын. Әрине біз базада тұрмыз, базада ойлаңызшы. Базада тұрмын, әрине біз түнде де бәрібір тонай береміз, өйткені тонағаннан мен ешқашан жалықпаймын. Әрине біртүрлі айтқанмен маған осылай айтқан ұнайды және сіздермен бірге болған Еркежан деп аяқтағым келмейді. Өйткені мен бұл ойынды ойнағанды ұнатамын. Қатпайтын компьютер алсын десеңіздер 10 мыңға жеткізіп тастайық, сонда компьютерде ойнайтын боламын. Сіздер айтқандай компьютерде ойнап отырамын. Әрине мен қасқырып көрді, әрине бұны мен өлтірем. Өйткені ол мен тістеді, сол себепті мен одан кегімді алам. 10-шы күн менде қатып жатыр. Кешірім сұраймын, қатпайтын компьютер алғым келеді. Әрине баланы алған, енді сундукты ашамыз. Өлді анау. Неге барлығы өле береді? Әрине өле береді, өйткені олар боттар. Боттар ойнағысы келмейді, сол себепті өле береді. Маған ойнай алмайтын боттар керек емес. Кешірім сұраймын. Бандаж, вау. Қатып жатыр. Тым қатып жатыр. Айбай, тегі. Надан қарағанда мен ойнайын. Менің қататын планшетім жақсы. Ананы емдейміз. Короче, емдеу керек. Ойнан шығып кетпеу керек ол.
Неге қатып атыр ойын? Әлем қатып атыр менің ойыным деген бар ғой. Протест. Өлдім. Әрине ягодалар жейміз. Олар ет жинамайды, айтып қояйын. Ет жинаудан мастер емес. Темір құртудан деген сияқты. Осындай сорлы адам сияқты адамдар ойнауды дым білмейді. Сонымен бұл ойынды мыжып кеткен шығар. Сіздермен болған Еркежан қысқаша ролик болды. Анау сорлы деген ойыннан шығып кетті. Сіздермен болған Қанатбек Еркежан. Лайк басып тіркеліп кеттіңіздер. Сонда 10.000-ға жеткізіп тастасаңыздар, сіздер айтқандай мен деген планшет немесе компьютерде ойнайтын боламын. Сіздермен болған Еркежан. Қош сау болыңыздар.